3 күндік блогыма қош келдіңіздер. Мен қазір мектепке шығып бара жатырмын. Бірге кеттік. Везде физкультура. Неге скучно болып жатыр. Мысалы скучно өтіп жатыр, слишком скучно өтіп жатыр. Мен деген сабақтан үйге келгеннен кейін тамағымды ішіп алдым. Енді қазір остановкеге бара жатырмын. Милана деген досым екеуміз бірге қатысамыз. Алдында негізі екеуміз екі бөлек тұрамыз, бір остановкеге тұрмаймыз. Ортамызда тағы бір остановка бар. Мен өзімнің остановкадан шығып автобусқа отырып, мен оған осы автобусқа мін деп звондайтын едім. Солайына ол мінетін еді. Бірақ кеше солай звондадым, бірақ деген автобус ол остановкаға тоқтамай кетті. Соқтан да екеуміздің ортамыздағы остановка бар ғой. Соған барамыз, соған жиналамыз. Стопа бірге бару үшін. Солайынан кеше біз бірге бара алмай қалдық. Мен қолым қатып қалтаға сап-салқын. Біз деген остановкаде тұрмыз. Біз деген биден шықтық. Аяғымыздың бәрі ауырып тұр. 22 өтіп кетті. Қазір остановкаға бара жатырмыз. Супермаркеттің ішінде жүрміз.
Biz торговый центрдан шықтық. Енді кетіп бара жатырмыз үйге. Келдім, қазір тамақ ішіп, одан кейін сабақтарымды орындаймын. Сосын осы видео монтировать етемін. Мен деген осындай сматчбуктан заклинаниясын толтырдым. Одан кейін ағылшын орындадым. Бізде ағылшыннан бір бет орындалға берді. Текстқа осыларды қою керек. Өзіміз текст жазуымыз керек. Одан кейін биологиядан конспект жазуға берді. Вот. Все, теперь можно спать. Енді осымен 3-ші күнді де аяқтан деп жатырмын. Бұл менің ең соңғы күнім. Сіздерге осындай форматтағы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видеолар күтіңіздер. Бәріңе пока.